айтқым келгені осы. Негізі егерде қыздарыңызға сөз келмеу үшін келмегенін қалайтын болсаңыздар, өздеріңіздің елдеріңізде ұстап отырыңыздар дегім келеді. Басқа елге, басқа передачаға жібермей дегім келеді. Бұл жерде мүлдем елге жерге бөлінудің негізі қажеті жоқ. Ол да маған пікір айтама, мен де оған пікір айтам. Ол бірінші бастап мені тықтымады темаға, одан кейін мен де ашуланып кеттім да, мен де оған ответқа қайтардым. Бұл жерде біз халықтың алдында отырғаннан кейін нені көреміз, нені естиміз. Енді нені көргеннен кейін айтасың ғой, нені көреміз, соны айтамыз негізі. Ол нәрсеге өздеріңіздің елдеріңізді тықпаштаудың қажеті жоқ. Барлығымыз қырғыз қазақ бір туған демекші, өйтіп бөлінудің қажеті жоқ. Одан кейін Санатжан туралы да әңгіме қозғалып жатыр екен. Негізі қозғағым келмеген, барлығы ойлап жатыр екен, ойбай Мерей өліп ғашық болып қалды, ойбай Мерей өліп бауыр басып қалды деген сияқты. Олай емес. Осы историяны внимательно тыңдасаңыздар, мен мүлдем Санатжанға үйтіп өліп сүйіп ғашық болған жоқпын. Мен үйтіп құры сөздерге ғашық болатын қыздардың қатарынан емеспін. Маған действие керек. Мен оны эфирдің басталмай тұрып келген кезде де айттым ол нәрсені. Мен действияға ғана, қалай жігіт маған әрекет етеді, соған қарай менің сезімдерім ашылады деген болатынмын. Ол жерде мүлдем менде ғашықтық емес. Ол жерде өтірік айтылғаннан кейін Мерей мені қызғаншы деп айтты дегеннен кейін мен жанып кеттім. Мен мүлдем үйтіп айтпағам, негізі мені қызғаншы Санатжан дегендерде айтпадым. Одан кейін Санатжан негізі сыртта мүлдем басқа адам, екеуміз сөйлескен кезде мүлдем басқа, бірақ эфирға келеді да өзіне серьезный жігітті құрастырып алады. Оны даже барлық менің фан аккаунттарымда біледі, оның стримде отырғандар вообще басқа. Стримде отырған кезде мүлдем басқаша, білмеймін, бірақ неге эфирға кірген кезде өзінен серьезный жігітті құрастырып алады деген нәрсе менде вопрос болып қалды. Негізі халыққа мені жаман көрсетеріне көрсетіп кетті. Маған хейт кетіп жатыр, мен оның барлығына төземін. Негізі қыз баласы енді барлығына төзіп үйреніп қалған ғой. Біздің халық енді жігіттерді ойбай алақандарында ұстап, наоборот болып кеткен ғой, қазір алақандарында жігіттерді ұстайды да, қыздарды көмсе болды. Сол миссиялары сол негізі. Қыздың тәрбиесіне тиісу деген сияқты. Бұл жерде просто біздің Санатжан екеуміздің арамызда не әңгімелер болғанын білмесеңіздер, үйтіп артық кетпеулеріңізді сұраймын. Мен де біреудің әлпештеп отырған жалғыз қызымын. Маған да көңіліме тимейді емес, тиеді. Мен де адаммын, мен де ет пен сүйектен жаратылғанмын. Ондай ауыр сөздеріңізді кішкене іштеріңізде сақтап, кішкене тыйып сөйлесеңіздер дегім келеді. Бәрібір ертең ақыретте барлық сөздеріңіз үшін жауап бересіздер. Сол кезде қиын болып қалмасын. Одан кейін бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Енді мені Аблайдың артынан қалмай жүр дегенге құсатып айтыпты ғой. Мен осы уақытқа шейін негізі Аблаймен доспын деп келген едім. Бүгінгі ситуациядан кейін Аблаймен достығымды тоқтатам деп шештім. Ондай достық маған керек емес. Егер де жігіттің сезімі болса айта жатар негізі, бірақ менде Аблайға деген ештеңем жоқ. Мен оның артынан жүгіріп қалмай жүрген дымым жоқ. Біздің қасымызда жүрмейсіздер ма? Ондай әңгіменің керек емес, ойларыңыздан құрастырып алған әңгімелерді шығарып қажеті емес. Аблай өзінің үміткерімен бақытты болсын дегім келеді. Бізде бүгіннен бастап Аблаймен достығымыз тоқтайды деп өзім шешіп отырмын.